Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шиеден өте дәмді сок жасайтын боламыз. Бұны жасауға сіздердің ұзақ уақыттарыңыз кетпейді. Сіздерге сок жасаудың ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Шиелердің барлығын жуып тазалап, өзіме ыңғайлы кеңжеу ыдысқа салып алдым. Қолымызға міндетті түрде таза стерилденген перчатканы киіп алып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, қолымызбен шиелердің барлығын езгілеп шығамыз. Осылай жасасаңыздар, шиенің сүйегі мен қабығы бөлек алынатын болады. Кішкене осылайша езіп болғаннан кейін, шиеміз біздің тез езілу үшін үстінен 2 литр су құйып жібердім. Бұл жерде менде 4 килограмм шиені пайдаланып жатырмын. 4 килограмм шиеге 2 литр қайнамаған салқын судан құйып жібердім. Міне біздің шиелерімізді езу барысында осындай болып шығады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай езе келе біздің шиеміздің сүйегі мен қабығы бір бөлек алынатын болады. Осы езіліп болған шиелерді сүзгіден барлығын серлік өткізіп шығамыз. Сүзгіден жақсылап өткізу барысында қабығы мен дәнегі бір бөлек сүзгіде қалатын болады. Бұл бөлігі бізге қажет емес, тастайтын боламыз. Міне барлығын езе келе осындай қою, әдемі шиенің соғы дайын болып шықты. Сонымен қатар каналымда шиеден сок жасаудың екінші әдісін, сондай-ақ компот жабу, қысқа сақтауға арналған түрлі банкілердің жабу рецебін таба аласыздар. Менің каналыма өтіп, видео бөлімін басатын болсаңыз, сіздер іздеген рецептердің барлығын таба аласыздар. Менің кезекті шығатын видеоларымды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Одан соң шиенің согын қайнатуға арналған арнайы ыдысыма құйып алдым. Дәл сол шиенің согын құйған ыдысымызбен шиенің согының көлемінде етіп 2 есе су құямыз. Яғни осы ыдыспен 2 рет су құйып алдым. Одан кейін қайнатуға қалдырамыз. Бір қайнап шыққаннан кейін бетіне осындай көбігі шыға бастайды. Көбігінің барлығын міндетті түрде тазалап алып тастайтын боламыз. Бетіндегі көбігін алып болғаннан кейін барып қана үстінен қантын қосамыз. Менің шием кішкене қышқылдау болғандықтан 1,5 килограмм қант қостым. Қантын әрине өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, дәміне қарай қоса бересіздер. Қантын қосып болғаннан кейін сокты жарты сағат уақыт қайнатамыз. Әрине арасында осылайша қозғап тұрдым. Осымен біздің согымыз дайын болып шықты. Енді стерилденген, яғни тазартылған банкімізге шиенің согын құйып, қақпағын жауып тастаймыз. Банкіні әркім әртүрлі әдіспен булайды. Мен мантаваркіге су құйып, соның буына банкілерін барлығын булап алдым, барлығын құйып жауып шықтым. Осымен біздің қысқа сақтауға арналған керемет компотымыз дайын болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, подписация батырмасын басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз.